Қайырлы кеш достар. Экономика зерттеу институты бар. Осында қазіргі таңда бір ай болды, жұмыс істеп жатырмыз. Соның қарамағында кәсіпкерлікті зерттеу орталығы бар. Кәсіпкерлікті дамыту орталығы деп айтсақ та болады. Оның басты мақсаты қазіргі таңда кәсіпкерлік қандай бағдарламалар бар, қандай проблемалар бар, олардың ішіндегі салалы бойынша қандай проблемаларды зерттейді. Енді өзіме тиісті мәселені айтсам, енді өзімде көп тәжірибені жинадым. Аймақта да істедім, оңтүстік Қазақстан облысында, Шымкентте, Түркістан облысында да істедім, орталықта да істедік, Атамекен болсын, басқа үлкен нацкомпанияларда да істедік. Енді соны топтастырып, үлкен өзім жинаған тәжірибем бар. Қазіргі таңда сіздерге үлкен бір жобаны дайындап жатырмыз. Оны бір өзім ғана істеп жатқан жоқпын, оны біздің осы орталыққа қарайтын мықты мамандармен бірге, сонымен бірге кәсіпкерлермен де ақылдасып жатырмыз. Өзімде кішкене уақыт ішінде кәсіпкерлікпен де айналыстым, бірақ енді осы орталыққа шақырған соң, қазір өз тәжірибеммен сол істеп жатқан жұмысым, істеп жатқан кәсіпкерлерге кішкене пайдасын тиісін, соларға кішкене пайдалы ақпарат болсын деп, сондай бір үлкен ниетпен бастап жатырмыз. Арнайы енді басқаша форматпен қарасаң, упаковкасын, енді сол ақпаратты тек қана қағаз ретінде емес, оны арнайы осындай бөлшек бөліп роликтер жасамақшымыз, подкасттар, кішкене талқылаулар, интервью дейді кәсіпкерлермен, эксперттермен, сол салада жүрген біздің үлкен мықты мамандар, үлкен сондай бір жұмысты басталғалы отырмыз, сондай ниетіміз бар, енді сол пайдалы болады деп сенемін. Осындай үлкен мекеме, мен де танысып жатырмын, осы бір айдың ішінде 61 жыл болған екен осы мекемеге экономика зерттеу орталығы. Экономика даму министрлігіне қарайды, осында мықты мамандар бар. Қазір танысып жатырмын, мықты азаматшылар, қазақтың балдары, шетелде оқып келген, осында істеп жүрген, осында бизнесте істеген мықты методиктер, методологияны жақсы түсінетін, сондай болжамды, кішкене проблемалар түсінетін мықты мамандар бар екен, солармен танысып жатырмын. Енді жұмысымыз берекелі болсын деп, осында енді жаңа форматпен, енді кішкене тәжірибеміз бар, ролик жасау, өзіміздің YouTube каналымыз бар. Енді соны әрі қарай сіздерге ақпарат беріп отыратын боламыз. Күндеріңізге сәттілік, ауырмаңыздар. Қазір індет кішкене көбейіп жатыр. Әрбір біздің әрбір азаматшаның денсаулығы мықты болсын. Аман болыңыздар. Арнайы біздің каналға жазылыңыздар. Сау болыңыздар.